Сіздермен бүгін өте дәмді жент дайындайтын боламыз. Бізге талқан, май, қант және бал қажет. Талқанымызға қантымызды, майымызды салып араластырамыз. Және де біріктіру үшін бал қосамыз. Барлығын араластырғаннан кейін бізде осылай жақсылап бірігеді. Өздеріңізде бар кез келген формаға салып шықсаңыздар болады. Міне барлығын осылай тығыздап салып аламыз да тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Міне біздің жентіміз қатты. Енді біз формасын бұзып алмай, жақсылап осылай алып аламыз. Дастарханға осылай да ұсынсаңыздар болады. Қазір біз біразын осылай шоколадпен бетін әдемілейтін боламыз. Ол үшін осындай формамыздың астына шоколадты құямыз. Одан кейін өзіміздің алдын ала қатырылған осындай жүрекше женттерімізді үстіне қойып шығамыз. Тоңазытқышқа 10 минутқа қоямыз. Қалғанын өз қалауларыңыз бойынша осылай әдемілеуге болады. Біздің шоколадтарымыз қатты. Міне осындай өте әдемі женттер шығады. Жасап көріңіздер, дәмі де өте керемет болып шығады. Және де женттерімізді қорапқа салып, сыйлық ретінде ұсынсаңыздар да болады.